Қалада оқушылар мен балабақша тәрбиеленушілерінің саны 30 мыңнан асады. Олардың қауіпсіздігі басты назарда болып отыр. Директорлар кеңесінде бұл тақырыпта әңгіме өзегіне айналды. Қала әкімінің қатысуымен жиында арнайы жол картасы таныстырылды. Дорожная карта. Мектептерде, балабақшаларда жол картасы қажет еді. Қауіпсіздік бірінші орында болу керек. Біз балаларымызды ойлауымыз керек. Сонда ғана болашағымыз айқын болады. Ең бастысы, ата-аналар уайымдамайды өз балалары үшін. Мектеп балабақша директорлары жол картасындағы басым бағыттарға тоқталып, арнайы жоспар негізінде жұмыс істеді. Бүгінде бұл құжат 5 бөлімнен тұрады. Директорлар кеңесінде лаңкестікке қарсы азаматтық қорғаныс және ақпарат қауіпсіздігіне де тоқталды. Мәселен, қала мектептерінде скут жүйесі жұмыс істеп келеді. Бұл құрылғы балалар қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік береді. Оқушылардың қауіпсіздігі бұл әрбір мектепке дейін мекемелерде бейне таспа болу керек. Екіншіден, мынау өрт қауіпсіздігі. Үшіншіден, балалардың қауіпсіздігін қадағалау. Сондықтан бұл жасалған жол картасы өте дұрыс деп ойлаймын. Сондай-ақ бейнебақылау жүйесінің пайдасы туралы да айтылды. Бүгінде қала мектептеріндегі камералар саны 1000 болса, 300-ден астамы балабақшаларда орнатылған. Шаһар жетекшісі Марат Тасмағамбетов ескірген камералардың орнына жаңаларын сатып алуды тапсырды. Төтенше жағдай бола қойған жағдайда арнайы дабыл қоңырауы жұмыс істеу қажеттігі туралы да айтылды.